қайырлы күн балалар. Бізде бүгін ерекше күн. Бізге апайлар қонаққа келіпті. Кәне біз апайлармен амандасып алайық. Біз баламыз, айтқан тілді аламыз. Бізге қонақ келгенде сәлемдесіп аламыз. Сәлеметсіздер. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Балалар, бүгін біз сендермен жақсы және жаман әрекеттер туралы айтатын боламыз. Сендер білесіңдер, иә? Қандай әрекеттер жаман екенін, қандай әрекеттердің жақсы екенін. Ал бүгін соны пысықтап, ол әдеттерден, жаман әдеттерден аулақ болып, жақсы әдеттерге қалыптасуды білетін боламыз. Балалар, мен бүгін сендерге мынандай әдемі көңіл күй әлемі деген электронды кітап дайындап келдім. Бұл электронды кітапты ашса, ішінде көңіл күйге байланысты әртүрлі тақырыптар бар. Осылардың ішінде біз мына QR кодты пайдаланып, көптеген мәліметтер ала аламыз. Және бүгінгі тақырыбымызға сай осындай кішкентай ақылды балапан деген ертегіні тыңдаймыз. Ертегіні ұнатасыңдар ма балалар? Иә. Мына олай болса, қазір біз осы электронды кітабымыздан мына QR кодты пайдаланып осыдан біз қазір ертегі тыңдайтын боламыз. Кішкентай ақылды балапан. Бір кездері әдемі ауыл болыпты. Ауыл шетіндегі өзен жағасында кішкентай үйшікте тауық өмір сүріпті. Көп ұзамай тауық 12 жұмыртқа басады. Оның естіліп жатыр ма сендерге? балапан жарып шығарады. Екеуі жұмыртқа күйінде қалады. Тауық 2 жұмыртқаны қолада қалдырып, 10 балапанды ертіп азық іздеп шығады. Сол сәтте жарылмаған 2 жұмыртқаның бірінен ырсылдаған дыбыс шығады. Ұзамай ішіндегі балапан жарып шығады. Кішкентай балапан жан-жаққа көз салып, анасын іздей бастады. Алайда ешкімді таба алмады. Көңілі түсіп кеткен балапан анасын іздеуге бел буады. Кішкене қанаттарын бетін жауып алып, көшеге қарай беттейді. Аяқтарын енді ғана басуды үйренген балапан жасыл шөп үстіндегі сиырды көреді. Балапан үлкен сиырға таңданып, көз алмай қарап тұрады. Бірнеше уақыттан кейін сиыр балапанға: "Сен неге маған таңданыспен қарайсың? Сен менің анамсың ба?" Денесін көрген сиыр былай дейді: "Менің қандай үлкен әрі биік екенімді қара. Сенің анаң менен әлдеқайда кіші." "Менің анам сізден кіші ма?" деп балапан анасын іздеуді жалғастырды. Балапан жолда келе жатып, жапырақ жеп тұрған ешкіні көрді. Кішкентай балапан ешкінің жанына келіп: "Сіз сиырдан кіші сияқтысыз. Сіз менің анамсыз ба?" "Иә, мен сиырдан кішімін, бірақ менің 4 аяғым бар. Алайда сенің анаңның 2 аяғы мен 2 қанаты бар" дейді ешкі. Ешкінің айтқанына одан әрі көңілі түскен балапан анасын іздеуді жалғастырды. Сәл жүрген соң балапан қарқ-қарқ деген дауысты естіді. Ешкінің айтқаны есіне түсіп, мүмкін қара қарға менің анам шығар деп ойлады. "Сіздің 2 аяғыңыз бен 2 қанатыңыз бар екен, сіз менің анам болдыңыз ғой?" деп сұрады қарғадан кішкентай балапан. "Иә, менің 2 аяғым мен қанатым бар, бірақ мен сенің анаңнан биік ұша аламын. Оған қоса сенің анаң менен биік, аяғы менікінен ұзын, және сенің анаң мен сияқты қарқылдамайды" деді қарға. Мұны естіген бейшара балапан одан сайын қайғыға түседі. Кішкентай балапанды көргендер оған аяушылық білдірді.
қарға ұшып кетті. Қарғаның айтқаны балапанның күдігін азайтып, әрі қарай жүре берді. Сүйкімді аяқтарымен бұлаңға да жетіп, балапандармен жүрген үйректі тапты. Қарғаның айтқандары сәйкес келетін үйректі көріп, балапан қатты қуанып кетті. Анашым, анашым деп үйрекке қарай жүгірді. Кішкентай балапанды көрген үйрек таңданып қалды. Неге сонша таң қаласыз, анашым? Мен сіздің балаңызбын. Жоқ, қымбаттым. Мен сенің анаң емеспін, дейді үйрек ана. Балапан жылап жіберді. Енді анамды ешқашан таба алмаймын, деп ойлай бастады. Кішкентай балапанның халін көрген үйрек ана оны аяп кетті. Балапанға махаббатқа толы көзбен қарап, сен неге жылайсың, қымбаттым? Мен саған көмектесемін, деді. Балапан оған басынан өткен оқиғаны айтып берді. Ой жаным, сенің анаң мен сияқты суда жүзбейді. Ол қыт-қыт деп жерде жүреді. Балапан мен үйректің әңгімесін естіп тұрған көгершін келіп, туғанның соңына барсаң анаңды табасың, деп ұшып кетті. Үйректің даусын қайталаған балапан жүре берді. Сәл жүрген соң құлағына қыт-қыт деген дауыс естіліп, соған қарай жүгіре жөнелді. Анадайдан екі аяғы бар, қарғаның қанатынан үлкен қанаты бар құс көрінді. Балапан жақындай бергенде қат-қат деп тағы дыбыстады. Сонда балапан анамды ақыры таптым-ау, анашым, анашым деп айқайлай жөнеледі. Балапан даусын естіген тауық артына қарап өз балапанын бірден таныды. Балапанды өзіне шақырып қанатымен құшақтап махаббатқа бөледі. Тауық ана: қымбаттым, сен неге үйде қалмадың? Мен саған асыға келу үшін сыртқа шықтым. Саған қайта ораламын ғой, дейді. Тауық ана кішкентай балапанның өзін қалай тапқанын білгісі келіп сұрай бастады. Кішкентай балапан әдемі даусымен анасы үшін батыл болып, іздеуге шығып, қиындықтарға тап болғанын баяндап берді. Анасы теңденіп кетті. Алайда балапанның батылдығын естіп, өзін бақытты сезінді. Көрдіңдер ме? Осылайша балапан анасын тапқан екен. Сендерге ертегі ұнады ма, балалар? Осы жерде кім қандай жақсы әрекет жасады? Балапанға кім көмектесті? Анасын табуға. Нелер шықты алдынан? Үйрек шықты. Тағы? Ешкі. Көгершін шықты, иә? Олардың аяғынан анаңды табасың деп айтып ұшып кетіп қалды. Олардың көмек бергені жақсы ма? Жақсы екен, иә? Біз әрқашан біреуге көмектесуіміз керек екен. Ол жақсы әрекетке жатады екен. Енді біз ертегіні тыңдап болдық. Балалар, сендер жақсы жаман әрекеттерді білдіретін тақпақтар, мақал-мәтелдер білесіңдер ме? Одан өзі айтып берейікші, кәне. Неге, немене? Жақсы деген немене, әдеп пене өнеге, үлкендерді сыйлауын, ақыл сөзін тыңдауын. Жарайсың, құдай. Ай, көркен. Жаман деген? Жаман деген Жақсы емес. жақсы емес, жеп тоятын тәтті емес, үлкендерді сыйламау, ақыл сөзін тыңдамау, бұл әрине жақсы емес. Жарайсың, құдай. Көркен айтады. Бала құлақтап айтқаныңды ұғады, төсегінен тұра сап, таза ауаға шығады. Жарайсың, құдай. Келесі кім бізге? Жаман болсаң тозасың, жақсы болсаң озасың. Жарайсың. Жібек. Жақсыны көрсе үлгі, одан үлгі ау. Жаманы көрсе бойына ауақ жау. Жарайсың. Көрдіңдер ме, балалар? Біз жақсы адамнан жақсылықты үйренеміз, ал жаман әрекеттен бойымызды аулақ салады екенбіз, иә?
Келесі біздің тапсырмамыз балалар. Жақсы және жаман әрекеттерді топтастырып, бөлек-бөлек орналастырамыз. Ол үшін мына жерден дайын суреттерді аламыз. Ол қандай іс-әрекетке жататынын айтамыз да, арғы жаққа барып жапсыратын боламыз, иә? Кім шығады? Ал Айзере келе ғой. Бір суретті таңда, қандай әрекет екенін айтшы. Бала қоқыс жинап жатыр. Бұл қандай әрекет? Жақсы. Жақсы. Орналастырамыз. Келесі қан келді, келе ғой. Қан келді. Бір суретті таңдап ала ғой. Иә. Не істеп жатыр екен? Атаға көмектесіп. Атаға көмектесіп жатыр. Қандай әрекет? Жақсы. Жақсы әрекет, дұрыс айтасың. Келесі бізде Аянат шыға ғой. Ала ғой. Не істеп жатыр бұл суретте? Кімдер бар екен? Бала мен қыз. Олар не істеп жатыр? Не істеп жатыр? Гүлге су құйып егіп жатыр. Бұл қандай әрекет? Жақсы. Көркем келе ғой. Жарайсың, Аянат. Көркем. Не екен? Атам таяғын алып беріп жатыр. Атаның таяғы жерге түсіп қалды, соны алып беріп жатыр, дұрыс. Жақсы әрекет екен, иә? Бізде сондай болуымыз керек балалар. Әлия келе ғой. Қане? Бір сурет аламыз. Иә. Не істеп жатыр балалар? Балалар екеуі төбелесіп жатыр. Бұл қандай әрекет? Жаман. Жаман әрекет, иә? Солай жасауға бола ма балалар? Болмайды екен, дұрыс айтасыңдар. Кел аяғым. Кесер кетеміз, иә? Аламыз. Тез таңдаймыз. Бұл не екен? Аяғын айтып кетеміз. Балалар не істеп жатыр? Төбелесіп жатыр. Төбелесіп жатыр. Қастарында не бар екен? Не істеген? Ойыншық шашылып жатыр, дұрыс па осы? Жоқ, жаман әрекет екен, иә? Ортасын бас. Жарайсың. Келесі, көркем келе ғой. Бәріміз қатысамыз. Көркем. Ай, көркем. Қалай? Қандай сурет екен? Кім бұл? Бұл бала. Бала не істеп жатыр? Отпен ойнап жатыр. Отпен ойнап жатыр. Жақсы ма, жаман ба? Дұрыс па сол? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Дұрыс айтасың. Отпен ойнауға болмайды, иә балалар? Келесі бізде кім шықпады? Айзере келе. Онда Алдияр кел. Алдияр, суреттен нені көріп тұрсың? Бір бала тасты лақтырып жатыр да. Кімге қарай лақтырды тасты? Итке лақтырды да, бір бала көмектесіп жатыр. Ол итке көмектесіп жатыр, иә? Қайсысынікі дұрыс? Жақсы. Көмектескен баланың әрекеті дұрыс, иә? Жақсыға жатады. Жібек келе ғой. Бір суретті таңдаймыз. Не көріп тұрмыз одан? Екі бала не істейді? Мына бала не істейді? Жазу көрейін. Терезеге шықты, иә? Дұрыс па ол? Дұрыс емес, оған бала көмектесіп жатыр, иә? Жоқ, мына бала көмектесіп жатыр ғой. Шығуға болмайды деп айтып жатыр, иә? Енді мен алады сендерге тез айтып жіберейін. Мына жерде не көріп тұрсыздар, балалар? Бір бала ағашты сындырып жатыр. Дұрыс па осы? Дұрыс. Қайқа жапсырамыз? Жаманға. Нашар әрекетке жапсырамыз, иә? Ал мына жерде не көріп тұрсыңдар? Бір мұрет ауысып жатыр машина. Бір бала машина беріп жатыр да, бір бала бесіп жатыр. Жылап отыр, иә? Жылап отқан
балаға не істеді? Oyuncak Oyuncu batып, ойыншық беріп жатыр. Жақсы ма, жаман ба? Жақсы. Жақсы екен, иә. Міне бізде көптеген осындай күнделікті өмірде осындай жағдайлар болады, иә? Біз олардан жақсы жаманды ажыратуымыз керек. Ал мына суреттен нені көрдіңдер? Ama baba dereceyi қараватырда, ama baba әжеге орын Орын беріп жатыр. Қандай әрекет? Жақсы. Жақсы әрекет, өте жақсы. Сендер де сондай боласыңдар, иә балалар өскенде? Мынау қандай әрекетке жатады балалар? Кір болып жүр, иә бала? Дұрыс па? Жаман үйдің бәрін жаттырған. Иә. Мына жерде не істеп жатыр? Нені көріп тұрсыңдар? Анасымен телефонға таласып, ұзақ көрейін деп жатыр, иә? Олай істеуге бола ма? Жаманға тапсырамыз. Дұрыс, балалар, сендер жаман жақсы әрекеттерді біледі екенсіңдер, иә? Бізге есікті қағып, біреу келген сияқты көрейін, иә балалар? Кім екен? Бұл кім балалар? Не істеп жатыр? Көрейік қазір, иә, не істейтінін? Біздің тобымызға не істемекші екен бұл бала? Қазір байқап көрейік. Заттарын шашып жатыр, не бар екен мұнда? Шашып жатыр ғой, иә? Балалар, мен білдім, бұл Жалқаубек қой. Бұл өз заттарын алып біздің топқа кетті. Сендермен дос болғысы келеді ау дедім. Жалқаубек, не істеп жатсың? Жалқаубек, не істеп жатсың? Бұның сумкасында барлығы бар екен, е? Сенің мына іс-әрекетің болмайды. Барлығын бір сумкаға жинап алыпсың. Бұларды жинау керек. Жоқ, жинамаймын мен. Неге жинамайсың? Жинағым келмей ма балалар, бұл Жалқаубек екен. Біз оған жақсы әрекеттерді үйретейік, иә? Кітап жинауға мен шығамын. Жарайды. Аяулым ойыншықтар жинайын дейді. Кітаптар қайда тұру керек? Балалар, сөмкеде тұру керек. Саламыз сөмкеде. Көрдің бе, Жалқаубек, сен енді жалқау болма. Сен сияқты балалармен бас тиімді оң келеді. Анау кітаптарды не істейді екен? Жинап, сөмкеге салады. Бәрін араластыруға болмайды. Түсіндің ба? Жарайды, түсіндім дейді. Біз енді Жалқаубекті үйіне шығарып салайық. Жалқаубек бүгін жақсы нәрсе үйренді. Осылай досымызға көмектесеміз. Жалқаубекке біздің атымыздан бір тәтті беріп қояйық, иә? Ақылды болсын. Рахмет, Жалқаубек. Сау бол. Жалқаубек бізден жақсы нәрсе үйреніп кетті, иә? Олай болса, тұрып, орнымыздан сергіту сәтін жасайық. Тұра қойыңдар. Кішкене денемізді сергітіп алайық. Жасаймыз. Көңіл-күй жақсы болса ұшаққала, көңіл-күй жақсы болса ұшаққала, көңіл-күй жақсы болса ұшаққала, көңіл-күй жақсы болса ұшаққала. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп, ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Aşk olur, sen
және қасымыздағы адамдардың да көңілін көтереміз, әрқашан жақсы әрекет жасайық. Енді мен сендерге қазір әртүрлі көңіл күйді білдіретін суреттер беремін. Сендер осы жердегі көрген эмоцияларды, сезімдерді қайталап көрсететін боласыңдар. Жарай ма? Керемет болады қазір. Біз өзімізге көңіл күй сыйлаймыз және әртүрлі көңіл күйлерді ажырататын боламыз. Балалар, қазір әркім өзінің көріп тұрған суретін қайталайды. Мысалы, маған қандай түсті? Міне, допты теуіп атқан бала, мен қазір көрсетемін. Допты қайтып деп еді? Допты теуіп келе жатып, ол гүлді құлатып алыпты, балалар. Бүйтеді, допты қатты тепкен деп адам деп тебеді, Кәні, қан келдіңіз? Міне бұл жерде әртүрлі көңіл күй туралы жазылған. Бірде адам күледі, бірде ашуланады. Жаңа өздерінде айтып жатсыңдар ғой. Қуаныш бір нәрсеге қуану, масаттану, риза болу сезімі. Өзіне ұнайтын, өзінің қалауы орындалғанда пайда болатын сезім. Қуанған кезде көз күлімдейді, еріндер созылып, күлкі пайда болады, жаны жадырайды. Қуаныш үстінде адам жомарт, өте мырза болады. Мысалы, адам қуанғаннан секіреді, біреуді қуанта білейік. Қуан шаттан алақай, қол соғайық балақай. Көрдіңдер ме, балалар? Біз қазір қуаныш эмоциясымен таныстық. Қуаныш адамда қай кезде пайда болатынын айтып жатыр. Адам қуанған кезде не істейді дейді? Көзі күлімдейді, қуанып жер тепкілейді, алақанын соғып, шаттанып, айқайлап күледі, қатты қуанған адам. Міне сол сияқты мыналардың бәрін тыңдайтын боламыз, Күйарды пайдалана отырып, мынандай біз осы көңіл күйлердің түрлерімен танысатын боламыз. Мына қараңдаршы, мына жерде бала не істеп тұр? Күліп тұр. Мына жерде не істеп тұр? Ашуланып тұр. Мына жерде не істеп тұр? Қорқып тұр, дұрыс айтасыңдар. Мына жерде не істеп тұр? Жылап тұр. Мына жерде бала не істеп тұр? Күлімдеп, қуанып тұр. Өте жақсы балалар. Мына жердегі бала өкпелеп, ренжіп тұр, Ал мына бала күліп тұр. Әрқашан күліп жүреміз, балалар? Күлген бізге пайдалы екен. Ал біз өкпелеп, ренжіп жүретін болсақ, Олар қыздар ренжиді. Балалар да ренжиді, бірақ көп ренжуге, өкпелеуге болмайды екен. Ол біздің өзімізге зиян болады, және айналамызға да зиян болады. Ал балалар, біз бүгінгі іс-әрекетімізді қорытындылайықшы. Кәне ортаға шығамыз. Болады, болмайды ойынын ойнаймыз. Шеңберге тұрамыз. Шеңбер жасайық бірінші, арамызды ашамыз. Бәрімізге жетеді. Әдемі шеңбер жасайық. Қазір мен әдемі текшені сендерге ойнауға пайдаланамыз. Мынау не екен, балалар? Қазақша не бұл? Ою. Қандай ою? Қазақша. Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз деген ою. Мынау не екен? Кие. Мынау не? Қымыз қиятын. Ыдысты не деп айтамыз? Торсық. Торсық деп айтамыз. Асық. Не екен? Тұмар. Көрдіңдер ме? Бұның бәрі біздің ұлттық құндылықтарымыз. Осы текшені пайдаланып біз болады, болмайды ойынын ойнаймыз.
Мика сендерге жақсы, жаман әрекеттерді айтам, сендер оны маған ажыратып айтып бересіңдер. Жарай ма? Ал ендеше Айзере тоса ғой. Ағаштарды кесуге болады ма? Болмайды. Жарайсың. Ойыншықтарды лақтыруға болады ма? Болмайды. Үлкен адамды сыйлауға болады ма? Болады. Болады, біз сыйлаймыз, Қатты айқайлауға болады ма? Болмайды. Болмайды. Балапанды суға түсіріп, оларды қорлауға болады ма, жануарларды? Болмайды. Болмайды, Құстарға ұя салуға болады ма? Болады. Біз көмектесеміз, Аяғымға. Ағаштарды кесуге болады ма? Болмайды. Болмайды. Білдім. Телефон ұстауға болады ма? Көп уақыт көріп. Болмайды. Көзге зиян болады, Міне, сендер жақсы, жаман, аяулым қалып кетті. Гүлді жылуға. Гүлдерді жылуға болады ма? Болмайды. Болмайды. Дұрыс айтасың. Жарайсыңдар балалар, сендер жақсы, жаман әрекеттерді ажырата біледі екенсіңдер. Енді мен сендерге бір жаңадан мақал айтқым келіп тұр. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген мақал бар. Ол жақсыны үйрену керектігін бізге айтып жатыр. Ал жаман әрекеттерден аулақ болуды айтып жатыр, Қайталап көрейікші. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Жақсыдан үйлен, жамандан жирен. Жарайсыңдар балалар, әрқашан осыны ойымызда ұстайық. Бүгінгі іс-әрекетімізге қатысқандарына сендерге көп рахмет айтам. Сендер өте жақсы қатыстыңдар. Көптеген жақсы жаман қасиеттер туралы айтылды, Енді мен сендерге алғысымды білдіріп, кішкене ғана сыйлық бергім келеді. Әрқашан жақсы болып жүріңдер. Көңіл күйлерің көтеріңкі болсын. Рахмет.